Әл-Фараби өркениет философы деректі фильмін ұсынады. Қазақстан Республикасының рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Әбу Насыр Әл-Фарабидің туғанына 1150 жылдығына арналады. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан Әл-Фараби ат-Түркі ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Кайр, Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі орта ғасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 10 ғасырдағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта Әл-Фараби ойларының өзектілігі қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара терең қатынасы көрсетілген. Бүгінде әлем ислам және батыс өркениетінің текетіресу қауіп алдында тұрғанда, ислам мәдениетімен астасатын экстремистік және лаңкестік көңіл-күй үдеп келе жатқан кезде, ұлы философтың мұрасы адамзаттың түрлі көзқарасын шешуге көмек бере алады. Бүгінгі күнге дейін оның логика, метафизика, этика, саяси және әлеуметтік философия, музыка мен медицинаға арналған 100-ден аса трактаттары сақталған. Ол ең алғаш болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен. Оның отанында, Қазақстанда жетекші ұлттық университеттердің бірі Әбу Насыр Әл-Фараби есімімен аталады. Рим империясы кезінде ол ғылымды мойындамады, одан кейін біраз Аристотель еңбектері шеттетіліп қалды. Кейін ол кезде араб халифаты өте қатты дамып тұрған келетін, сол кезде Аристотель еңбектерін зерттеп, зерделеп, соны үлкен деңгейге көтерген сол кездегі ғалымдар. Оның ең біріншісі және бірегейі біздің Әл-Фараби. Сондықтан Аристотельдің еңбегіне сүйене отырып, оған жақсы ғылыми түрде талқылай отырып, сол ілімді әрі қарай үлкен деңгейге көтерген Әл-Фараби болғандықтан Әл-Фарабиді екінші ұстаз деп әлем солай қабылдайды. Танымал еуропалық ұлы Альберт фон Маквенский секілді әйгілі орта ғасырлық философтар өздерінің теориялық зерттеулерінде Әл-Фарабидің еңбектеріне сүйенген. Әл-Фараби мұрасының таралуы және оның барша Еуропа мәдениетіне әсерін Абу Синаның және Абирустың есімдерімен байланыстырады. Соңғысының жұмыстарының көмегімен араб тілін жақсы меңгерген Роджер Бекон және өзге де жаңа дәуірдің ірі ғалымдары Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Рене Декарт, Фрэнсис Беконның еңбектерінің арқасында біз мұсылман философтарының ілімдерімен таныса алдық. Сол уақытқа тән еуроцентризмге қарамастан, бұл ғалымдар ислам мәдениеті мен ғылымын мойындаған. Жалпы философияның дінге жұмыс жасауы Еуропада ғылымның дағдарысын алып келді. Тек 14-15 ғасырларда еуропалық ойшылдар өздерінің адасқандарын мойындады. Ал Аристотель мен Платонның және де өзге де грек ғалымдарының идеяларына қайта оралу сол дағдарыстан шығуға мүмкіндік берді. Сол кездегі кейбір ғалымдардың ойынша, Әл-Фарабидің еңбектері Еуропаны қайта өрлеу дәуіріне, Ренессанс дәуіріне алып келді. Әл-Фарабидің шығармашылығы шығыс пен батыс мәдениеттерінің бірлігі мен түсіністігінің шын мәнінде символы болды. Farabi bir mütercim değildi. Әл-Фараби тек аудармашы һәм түсініктеме беруші болған жоқ. Ол өзінің философиялық трактаттарын араб тілінде дүниеге келді. Осылайша грек философиясы арабша дыбысталды. Бұл өте маңызды. Осының арқасында ол өзінің философиялық трактаттарын араб тілінде жазды. Ол араб философиялық сөздігінің тууына және оның әрі қарай дамуына өте көп әсер етті. Біз араб философиялық сөздігі өзінің логикалық шешімін Әл-Фарабидің шығармаларынан алды деп толық айта аламыз. Arapça felsefe vokabülerinin kemale ermiş olduğunu, yetkinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Әл-Фарабидің гуманистік дүниетанымы ғылым, дін, әлеуметтану, логика, этика және эстетика мәселелерін қамтитын үйлесімді жүйеге құрылған. Қайырымды қоғам тұжырымдамасының ортасында адам мәселесі, оның интеллектуалды адамгершілік жетілуі, жеке және қоғамдық бақытқа тырысу, жарқын болашақты іздеу орналасқан. Өзінің әлеуметтік саяси дүниетанымын Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат атты еңбегінде жүйелеп біріктірген. Әбу-Насыр Әл-Фараби өзінде қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары дегенде, жаңа қайырымды қала, надан қала деп. Яғни ол кезде қала деген сөз, как мына қала мемлекет, да? Сол қаланың тұрғындары қай кезде бақытты болады? Сол қаланың әкімдеріне байланысты. Егер ол әкім білімді болса, әділ болса, таза болса, ол қаланың адамдары бәрі бақытты. Егер де ол қаланың әкім басқарушы адам надан болса, өтірік айтатын болса, тағы басқа жағымсыз қылықтар болса, ол қаланың адамдары бақытты. Сондықтан шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек, оның мінез құлқын жақсы болу. Әл-Фараби қаланы ортақ мақсатқа жету үшін әр бөлігі өз қызметін мүлтіксіз орындап, бірге үйлесімді жұмыс жасайтын адам ағзасына теңейді. Адамдар әлеуметтік және саяси жаратылыс ретінде бақыт пен кемелдікке қол жеткізу үшін бір-біріне көмектесуі, ынтымақтасуы керек. Әл-Фараби мемлекет көшбасшысының тұлғасына көп көңіл бөледі. Көшбасшылар адамдарды игілікке жеткізу үшін туады және тәрбиеленеді. Өз дәуірінің әлеуметтік шындығын терең зерттей білген ойшыл бола тұра, Әл-Фараби мемлекеттер арасындағы соғыс жағдайын жасанды деп санайды. Мемлекет қайраткерлерінің және оларды басқарушылардың кінәраттарын қатты сынайды. Ол тарапынан келтірілген адамгершілік сипаттамалар мемлекеттік қайраткерлер үшін қажетті. Ақиқатқа деген сүйіспеншілік, мінездегі тектілік пен ұлылық қазірде өзінің мән мағынасын жойған жоқ. Әл-Фарабидің ілімдерінде бейнеленген мінсіз қоғамның бар болу мүмкін бе? Белгісіз. Мүмкін мұны тек болашақ зерттеулер ғана анықтай алар. Алайда жаһандық сын тегеурін жағдайында заманауи қоғамның кемелдікке деген талпынысын жоғалтып алмауы өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының барлық жүйесі, әсіресе тұрақты даму мақсаттары аясында жаһандық мәселелердің шешімін табу үшін жұмыс атқарып жатыр. Біз әлемді бұдан да сенімді әрі қауіпсіз ете алатынымызға шын сенемін. Біз қақтығыстарды реттеп, өшпенділікті жеңіп және ортақ құндылықтарды сақтай аламыз. Мұны біз тек бірлесіп қана шеше аламыз. Мен барлық көшбасшыларды жаңа жылда өз шешімдерін мәлімдеуге шақырамын. Алшақтықтарды азайту, келіспеушіліктерді еңсеру, сенімді қайта қалпына келтіріп, адамдарды ортақ мақсат төңірегінде жинау. Жол көрсетер жұлдызымыз бірлік. Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық азаматтық философиясы ұлы ойшылдың қайырымды қоғам идеясымен үндес. Әл-Фарабидің барша адамзатқа айтқан үндеуін еске түсіре кетсек, тек бірлесіп, бірігіп қана адамдар бақытқа жетеді. Тек қана бір-біріне көмектесетін көптеген адамдар арқылы адам өз табиғаты бойынша белгіленген кемелдікке қол жеткізе алады. Әл-Фараби өркениет философ ретінде бүкіл адамзатты ұлты мен діни ұстанымдарына қарамастан ең жақсы өмір сүруге қол жеткізу үшін күш біріктіріп, жанжал мен соғыстан бас тартуға шақырады.